Сәлематсыздар ма, 4-ші сынып білім алушылары. Алакөл ауданы Қызылашы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Асылбекова Фарида Болатқызы. Бүгінгі біздің сабағымыз математика, 149-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Сабақтың мақсаты есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Ендеше құрама есептер туралы есімізге түсіріп алайық. Есептің сұрағына жауап беру үшін екі немесе одан да көп амал орындау қажет болса, мұндай есептер құрама есептер деп аталады. Құрама есептер бірнеше жай есептерден тұрады. Ендеше балалар, бірнеше тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Ғарыш айлақта екі жаңа электр желісі жүргізілді. Бір желіге ұзындығы 48 км, екіншісіне 2 есе кем сым жұмсалды. Егер 1 км сымның массасы 159 кг болса, жұмсалған барлық сымның массасы қанша болады? Дескрипторы: есептің шартын құр, екі желіге қанша километр сым жұмсалғанын анықта, жұмсалған барлық сымның массасын тап. Барлығымыз дәптерді ашып, тапсырманы орындаймыз. Шартын құрамыз, есебімізді шығарамыз. Бірінші желінің ұзындығы мен екінші желінің ұзындығын тауып аламыз да, 1 км сымның массасы 159 кг болғандықтан, барлық екі желінің ұзындығына көбейтіп табады екенбіз. Барлығымыз орындадық ба? Ендеше тексерейік. Шарты: бір желіге 48 км, екінші желіге белгісіз, 2 есе кем жүргізілді біріншіден. 1 км сымның массасы 159 кг болса, барлық сымның массасы белгісіз. Шешуі: 48 қосу 48 бөлу 2 тең 72 км. Бұл 72 км дегеніміз екі желіге жұмсалған сымның ұзындығы. Ендеше осы ұзындыққа жұмсалған сымды 1 км сымның массасы 159 кг болса, 72-ке көбейтеміз. Мәні 11448. Жауабы: жұмсалған барлық сымның массасы 11448 кг. Барлығымыз осылай шығарсақ, өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ендеше екінші тапсырма. Зауыт жылына зымыран құрастыруға қажетті 16326 бөлшек дайындайды. Олардың 6-дан 1 бөлігі болаттан, 2725-і темірден, қалғаны алюминийден жасалды. Зауыт жылына неше алюминий бөлшек шығарды? Дескрипторы: есептің шешуін өрнек түрінде жаз, зауытта бір жылда шығарған алюминий бөлшегінің санын анықта. Балалар, екінші тапсырмада біз шарт құрмаймыз, өрнек құрастырады екенбіз. Есепті өрнек түрінде жазамыз. Барлығымыз дәптерімізге орындаймыз. Өрнек түрінде жазсақ, ары қарай осы дескриптор бойынша тапсырманы орындайды екенбіз. Ендеше балалар, барлықтарың шығарып болсаңдар, бірге тексерейік. Есептің шешуін өрнек түрінде былай жазады екенбіз. 16326 азайту 16326 бөлу 6 азайту 2725. Міне өрнек түрінде жаздық. Енді мәнін табамыз. 16326-дан 16326-ны 6-ға бөліндісін
азайтамыз. Одан шыққан саннан 2725-ті аламыз. Тең 10880 болады екен. Ендеше зауыттың бір жылда шығарған алюминий бөлшегінің саны 10880 бөлшек болады екен. Егерде барлығымыздың орындаған өрнегіміздің мәні осылай болса, өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы да сәтті орындадық. Енді үшінші тапсырма. 99-ға көбейту тәсілін есіңе түсір және есептеуді орында. Балалар, біз кез келген санды 99-ға көбейту тәсілін біледі екенбіз. Мысалы, 54 санын 99-ға көбейтетін болсақ, 99-ға жуық санға дөңгелектеп аламыз. Ол 100. Ендеше 54 көбейту 99 тең 54 көбейтілген 100. Азайту 54 тең 5346. Жаңағы кез келген санды 100-ге көбейтіп, сол көбейтілген санды сол шыққан саннан аламыз. Сонда тура мәні шығады. Осы екі бағандағы өрнектің мәнін осы тәсілді пайдаланып отырып орындаймыз. Барлығымызда түсіндік, өзіміз білеміз. Барлық 6 өрнекті шығарамыз. Енді балалар, шығарып болсақ, тексерейік. 79 көбейту 99 тең 79 көбейту 100. Азайту 79 тең болады 7821. Қалған тапсырмалардың бәрін осылай орындасақ, мәні осы есептермен тура шыққан болса, өте жақсы балалар. Біз енді сабағымыздың мақсатына қайта оралайық. Біз есептер шығару барысында есептерге талдау жасадық және шығардық. Ендеше қорытындылау ретінде балалар, сұрақ қояйын. Қарапайым есеп дегеніміз не? Және құрама есеп дегеніміз не? Ережесін есімізге түсірейік. Ойланып, есімізге түсіріп, айтып отырамыз іштей. Жақсы балалар, ендеше ережені тексеріп көрейік. Қарапайым есеп дегеніміз не? Бір амал арқылы шығаруға болатын есептер қарапайым есептер деп аталады. Құрама есеп дегеніміз не? Есептің сұрағына жауап беру үшін екі немесе одан да көп амал орындау қажет болса, мұндай есептер құрама есептер деп аталады. Балалар, жақсы есімізге ережені түсірдік. Ендеше үй тапсырмасын алайық. Оқулықтағы 76-шы беттегі 10-шы есепті шығарамыз. Дескрипторы: есептің шартын құр, әр аппараттың қанша метр жүргенін анықта. Енді осы тапсырманы орындау барысында біз бағалаймыз. Бағалау критерийі: шарттың дұрыс құрылуы, есептің нақты жауабы. Осы бағалау критерийіне байланысты сендердің жазған жұмыстарыңды тексереміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.